Саламатсыздарма, құрметті Әлия әлемі каналының көрермендері. Құрметті мектеп бітіруші түлек, студент жастар, шет елде оқып білім алғыңыз келе ме? Олай болса, менің бүгінгі видеомды соңына дейін қарауға кеңес беремін. Түркияда оқып білім алған, Emprestige компаниясын құрған Руслан Мералиевтің видеосын бүгін өз каналымда бөліспекшімін. Emprestige компаниясының Мерсин қаласындағы университет студенттері Айдан Мұхамеджан мен Ернұр Дүйсебаевтан Руслан Мералиевтің алған бейне сұхбатын тамашалауға шақырамын. Шет елдің қай мемлекетін таңдайсыз? Қандай оқу орнын таңдағаныңыз жөн? Баспана жағдайы қандай болады? Қандай тұрмыстық тіршілік жағдаяттар күтіп отыр? Осылардың барлығын білгіңіз келсе, менің каналыма тіркеліп, видеома лүпіл басып, пікіріңізді жазып, кері байланысқа шықсаңыздар өкінбейсіз. Олай болса, назар аударайық. Барлықтарыңызға сәлем достар. Мен бүгін Emprestige компаниямыздың Мерсин қаласындағы студенттерінің үйіне қонаққа келдім. Қазір осыдан сіздерге рум-тур көрсететін боламын. Ассалаумағалейкум жігіттер, қалайсыңдар, жақсысыңдар ма? Қалайсың? Шүкір жақсы, аман есен. Ал міне бүгін жігіттердің үйіне қонаққа келдім. Сәлем достар. Қазір сіздерге рум-тур түсіретін боламыз достар. Бізбен бірге болыңыздар. Бүгін біз Мерсиндағы оқитын студенттеріміздің үйіне қонақ болып келіп отыр. Қазір осы үйде тұратын 3 баланың екеуі Айдан мен Ернұр біздің қонақта. Сол көпшіліктің сұрауы бойынша Түркиядағы үйлердің бағасы қанша, газ қанша деген сияқты сұрақтардың жауабын осы видеода білетін боламыз. Ал әзірге Айдан Ернұр біздің Emprestige компаниясының болашақ студенттеріне өздерін жайлы таныстырып өтсеңдер. Сәлем достар, менің аты-жөнім Мұхамеджан Айдан болады. Мен Жамбыл облысы Меркі ауданының тумасымын. Осы Мерсин қаласында Мерсин университетінде иштетме факультетінде оқимын, яғни бизнес менеджмент факультетінде оқимын. Қазіргі таңда қалай түрік тілі, яғни төмен оқып жатырмын. Келесі жылы Құдай қаласа, бірінші курсымызды бастаймыз. Иншалла. Ернұр, сен танысың? Менің есімім Ернұр Дүйсебай. Мен де Айдан жерлес боламын. Екеуміз бір мектепте оқымасақ та әйтеуір бір қаладансыздар. бір қаладан боламыз. Бірге өстік. Бірге өстік, бірімізді танимыз. Сол мен де бизнес менеджмент мамандықта оқимын. Қазіргі таңда төмен түрік тілін үйренудеміз. Жалпы Түркия қалай ұнап отыр ма? Мерсин қалай жалпы қала? Әрине Турция бізге өте қатты ұнады. Яғни бұл жақта Қазақстанмен салыстыратын болсақ, яғни оқу бағалары 80% жеңілдікпен оқимыз Турцияда мысалға. Және киімдері де, тұрмыс жағдайы бәрі өте арзан бұл жерде, продукт жағынан алсақ та, бұлай барлығы арзан, өте тиімді, студенттерге арналған оқуға болады. Сол біздің көпшілік үй арзан, квартиралар яғни. Сол біздің подписчиктер, достарымызға көп сұрақтар қояды, жаңа болашақ студенттер Түркияға келгісі келетін, сол үй жайлы қалай деп, бағасы қымбат па, не ма деп, сол бізге достарымызға рум-тур жасап жіберсеңіздер қалай болғанын. Ернұр баламызға таныстырып жіберсек. Бастаймыз. Маған көріп тұрғандай бұл біздің асханамыз. Мұнда біздің ыдыс-аяқтарымыз, тамақ пісіресіздер. Жалпы үйде кезекшілікпен істейсіздер ме, тамақ қалай істейсіздер? жоқ. Основном үйде тамақ пісіруші мен боламын. Машалла. Қандай тамақтар істейсіз? Таңдамаймын, любой тамақ. Продукты болса болды дейсіз. Жалпы продуктыға қанша шығарасыздар айына? Көп кете ме? Продукты адам басына түрік лирасымен 300 лира. Айына, кісі басына? Кісі басына айына. Так, достар, бізде 300 лира дегеніміз 1 лира 32 теңге. Сонда 3 кісінің шығаратын болса 900 лира, теңгемен 27 мың теңге деп алады. Сосын тағы кола не аласыздар? Грубо говоря, 30 мың 32 мың теңге деп алады осында. Сосын үйлеріңіз жылы екен, соған қарағанда газды көп қолданасыздар деймін. Жоқ, бұл Мерсин қаласы өзі ыстық қала болғандықтан Қысы жылы иә. Сондықтан газ қолданбайсыздар да? Или аз қолданасыздар? Кондиционер. Кондиционер, достар, Мерсиннің қысы жылы болғандықтан бұл жақта газ көп қолданбайды. Сол кондиционер жылытады екен қысында. Жақсы, керемет. Анада айтпақшы перчаткаларыңызды да көрдім, бокске қатысасыздар ма? Жоқ. Қай спортпен айналысасыздар? Кішігірім өзім бокспен Несіге барып тұрасыздар. Онда екінші достар, жақында осы Мерсиндағы студенттеріміздің бос уақытындағы хоббилар жайлы бөлек видео шығатын болады. Оны сол видеодан көре аласыздар, ал әзірге бөлмені ары жалғастыра берейік. Көріп тұрғандай Айдан бауырымның жатын бөлмесі. Айдан бауырымның өзі жақсылап түсіндіріп
Иә, көріп тұрғаныңыздай достар, мына бір бөлмелік менің жатын бөлмем. Яғни мына жерде менің өзімнің заттарым тұрады. Яғни ноутбуктарым, кітаптарым, түрік тілі кітаптарым. Және мына жерде өзімнің киімдерім тұрады. Және мына жерде бір кішігірім балкон бар. Балконда қарай кит ашылады да. Иә, сол осы кішігірім бөлмеміз жатын. Ары қарай өтейік, мына жақта тағы кімнің бөлмесі? Мына бөлмеде Ернұр мен Айбол тұрады. Иә, міне достар, мына екі адамдық жатын бөлме, яғни бұл жерде менің достарым Айбол мен Ернұр тұрады. Қазір Айбол тренировкаға кетті өзім, күреске кетті. Жарысқа дайындалып жүрді енді? Жарысқа дайындалып отырған, көптен жоқ, Құдай қаласа жарыс болады. Машалла, жол болсын, жетістікке жетсін. Ары қарай өтейік сонда. Душы қарай кабина екен. Пол жуатын жер душқа секілді, бәрі тоже тап-таза, әдемі, кең, просторный. Мына жақта тағы қысқаша обзормен түсіріп шығардым сіздер үшін. Енді ар жаққа холлға қарай өтейік. Осындай әдемі, керемет үй үшін қанша төлейсіздер? Бұл үй үшін біз айына 2000 лира төлейміз. Теңгемен шаққан кезде 32-64 мың теңге деп болады. Достар, өте әдемі екен. Суға қанша ақша төлейсіздер? Су және сұрап отырмыз, электрик екеуін. Су фатурасына яғни айына бізге 80 лира келеді. 80 лира. 2400 теңге 80 лира келеді, 32 теңге шаққан кезде. Ал электричествоға бізге бір 150-160 шақты. 200 лира әрі кетсе, 200 лира көлемінде. 200 лира бізде достар, 6000 теңге. Мына жақта сосын әсем, әдемі, көркем балкондар бар екен. Ар жақта тегіз көрініп тұр, мына кәдімгі үйлеріміз күшті екен шынымен. Вид постағынан қараңыздар. Тегіз көрініп тұр. Тегіз. Ал жігіттер, біздің Инпрестиж компаниямыздың болашақ студенттеріне үйлерімізді көрсетіп, мүмкін болса пайдалы мәлімет әзірлеуіміз үшін көп рахмет. Біздің Инпрестиж компаниямыздың болашақ студенттеріне не айтар едіңіздер, не тілейсіздер, жалпы біздің компаниямызға да не тілейсіздер, соны айтып өтсеңіздер. Болашақ Инпрестиж компаниясымен түсетін студенттерге айтарымыз, бұл жер өте керемет. Ауа райы, азық-түлік, үй мәселесі барлығы арзан бағада, жол ақысы өте қолайлы оқуға түсуге Түркия мемлекетіне. Және айта кететін нәрсе, оқуға 80% жеңілдік бар, және 100% гарантия бере алады Инпрестиж компаниясы. Және тағы айта кететін нәрсе, аэропорттан күтіп алып, өз қалаларына таратып, үйлеріне орналастырып, яғни оқуға түсіріп, документ мәселесіне бәріне көмектеседі. Бәрін өздері жасап береді компания. Сіздер дұрыс шешім қабылдайсыздар деп ойлаймын, оқушылар, келіңіздер.